Амал күніне орай қаладағы Арай Сити Молл орталығында мерекелік шара болды. Елдің бірлігі мен тату тірлігін ұлықтаған шарада түрлі этнос өкілдері өз өнерлерін көрсетті. Наурыз қазақ халқы үшін береке бірліктің, ағайын мен туыс арасындағы татулықтың символы саналады. Мерекелік шарада өңірдегі ұлт пен ұлыс бір үйдің баласындай көрісу күнін атап өтті. Бұл қазақтың дәстүрге толы ұлттық мерекесі. Бұл мейрамды наурыз көже, тілеу көже ішіп қана өткізбейді. Наурыз бата беру, амандасу, көрісу, кешіру сұрау, ат бәйге сияқты толып жатқан ұлттық дәстүрлерді. Осы мереке арқылы мемлекеттік тұтастығын сақтау, басқа ұлттар мен ұлыстарға қазақ халқының дәстүрін өркениеті мен өнеріне, тарихы мен түп тамырын таныту көзделеді. Мерекелік шарамызға көп адамдарды қатыстыруға ұмтылдық. Себебі бұл мереке біздің мақтанышымыз. Біз қазақ халыққа тән ұлттық құндылықтарымызды насихаттаймыз. Бүгін біз халықтың бірлігін, халықтың керемет болашағын, халықтың өзіне лайықты бай тарихын паш етеміз қолымыздан келгенше. Қала тұрғындарына ерекше көңіл күй сыйлау үшін этномәдени орталық мүшелері, ұлағатты әжелер мен оқушылар әуезді әндерін шырқап, айналаны қуанышқа бөледі. Қазақи нақышта киініп, ұлттық музыкалық аспаптармен мерекенің шырайын ашты. Ибн Мақсұт Рахметов, Шыңғыс Абаев, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.